Адамның бойындағы Алла тағала ұнататын сипаттар. Қадірменді оқырман. Бүгін біз Алла тағалаға біздің қандай қылығымыз ұнайды деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Алла тағала Құранда иман келтіргендер, Аллаға және оның елшісіне иман келтіріңдер деп Ниса сүресі 136 аятында барша адамзат баласына иманға келуді бұйырады. Келесі аятта иман келтірген пенделеріне Алла тағала тағы да былай деп бұйыруда: егер мүмін болсаңдар, Аллаға және оның пайғамбарына бойсұныңдар. Әнфал сүресі 1 аят. Егер мүмін болсаңдар дейді. Мүмін деген кім? Мұсылман адамды кейде мумин, мүмін, момын деп те атайды. Муслим, исламды мойындаушы деген мағына берсе, мүмин, иман келтіруші деген ұғымды білдіреді. Мүмин, ислам дінінде Аллаға, Мұхаммед пайғамбарға салаллаху алейхи уа сәлем және ол жеткізген дінге шын жүрекпен сеніп, қабылдап растаған адам. Исламның сенім негіздері мен үкімдеріне толығымен сеніп, бұларды тәртібімен орындауға тырысқан адам толық мүмин және мұсылман болып есептеледі. Басқаша айтқанда, әмәнтуда жинақталған 6 иман негізіне сенген кісі мүмин болады. Иманның шарттары әмәнту дұғасында жинақталған. Әрбір мұсылман әмәнту дұғасын мағынасымен бірге білуі керек. Әмәнту дегеніміз мынау: мен Аллаға, Алланың періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақырет күніне, тағдырға, жақсылық пен жамандықтың Алланың жаратуымен болатындығына сендім. Өлгеннен кейін қайта тірілу хақ. Әшхәду әллә илаха иллаллах уә әшхәду әнне Мұхаммәдән абдуху уә расулуху. Мағынасы: мен Аллахтан басқа ғибадат етуге лайықты жаратушының жоқтығына куәлік етемін, және де Мұхаммед салаллаху алейхи уа сәлем оның құлы, расулы және соңғы пайғамбары екендігіне куәлік етемін. Кәлима-и шахадатты айтудың 4 шарты бар. Тілмен айтқанда жүрекпен дайын болу. Мағынасын білу. Ықыласпен, яғни Аллаху Тааланың разылығын ойлап түсініп айту. Тағзыммен, құрметпен айту. Жүрекпен сеніп кәлима-и шахадатты айтудың 130-ға жуық пайдасы бар. Бұлардан өлгенде болатын 5-еуі. 1. Әзірейіл, жан алатын періште, алейхиссалам оған әдемі кейіппен келеді. 2. Рухын жеңіл алады. 3. Жәннат иістері сезіледі. 4. Сүйіншілеуші періштелер келеді. 5. Қош келдің, мүмин. Сен жаннаттықсың дейді. Демек, мүмін болудың бірден бір шарты, әрбір нәрседе Аллаға, оның пайғамбарына бойсыну. Ал пайғамбарымыз салаллаху алейхи уа сәлем хадис шәріптерінің бірінде, иман жүректен орын алады және амалмен жүзеге асады деген. Келесі аяттарда шынайы мүміндердің қатарына кімдер жататындығы баяндалған. Шынайы мүміндер Алланың есімі зікір етілгенде жүректеріне қорқу түсетін, оның аяттары оқылғанда имандары артатын және жалғыз Раббыларына ғана сүйенетін кісілер. Әнфал сүресі 2 аят. Демек, шынайы мүміннің бойында Аллаға деген қорқыныш сезімі басым, әрі Алланың бұйрығына ерекше мән береді. Мүміннің тағы бір сипаты, оның аяттары оқылғанда имандары артады. Оларға Құран аяттары ерекше әсер етіп, тұла бойына қуат береді. Яғни тек қана Алла тағаладан медет тілеп, әрбір істе оның разылығын көздейді, әрі бар қажеттілігін Алладан сұрайтындар. Бұдан кейінгі аяттарда да мүміннің сипаттары берілген. Олар намазды толық орындайды және оларға берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды. Әнфал сүресі 3 аят. Алла тағала қандай адамдарды жақсы көреді? Алла тағалаға намаз оқыған адамды жақсы көреді. Намаз жүректе иманның бар екендігін растаушы амал. Расулулла салаллаху алейхи уа сәлем хадистерінің бірінде, біз бен бізден басқалардың арасындағы айырмашылық намаз деген. Қиямет күні адам баласы есепке тартылғанда ең алдымен намаз сұралады. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уа сәлем бұл жайында былай дейді: адамдардың қиямет күнінде алғаш есепке тартылатын амалы мен іс-әрекеті намаз. Олар Раббымыз хабардар бола тұра періштелеріне былай дейді: құлымның парыз намазына қараңдар. Оны толық орындап па, кемістігі бар ма? Егер оның парыз намаздары толық болса, намаз сауабы толықтай жазылады. Егер парыз намаздарында нұқсандық болса, Алла тағала былай дейді: құлым нәпіл, сүннет намаздарын толық оқыған ба екен? Егер ол сүннет намаздарын толық оқыған болса, Алла тағала құлымның нұқсан парыз намаздарын нәпілдермен толтырыңдар дейді. Одан кейін парыз болған басқа амалдар да осылайша есепке тартылады. Тирмизи. Әбу Хурайра радияллаху анху, пайғамбар салаллаху алейхи уа сәллем: шын мәнде Алла тағала маған жақын болғандармен жауласқанға мен соғыс жариялаймын. Менің құлым пенде маған жақын болу үшін не істесе де, олардың маған ең сүйкімдісі мен оған парыз қылған амалдар және оны жақсы көріп қалғанымша маған нәпіл ғибадаттармен жақындап келе береді. Ал қашан мен оны жақсы көрсем, оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын. Ол менен өтінсе, оған міндетті түрде сұрағанын беремін. Ал егер ол менен пана сұраса, оны міндетті түрде қорғаймын деп айтты деген.
Хадистің маңыздылығы. Алла тағала өзіне жақын адамдарды әлдебіреулер оларға зарар жеткізген жағдайда өз қайратын көрсетіп, сүйіспеншілігіне бөлеп, қамқорлығымен қорғайды. Бұл хадис шәрифте Аллаға кімдердің жақын болып табылатыны, ол кімдерді дүниеде және ақыретте жақсы көретіні туралы түсінік беріледі. Мінеки, осы себепті Аллаға жақындар туралы айтылатын барлық хадистердің ішінде бұл хадис өте құнды деп саналады. Алла тағалаға жақын адамдар. Мұндай адамдардың қатарына Аллаға бойсынудан ешбір ауытқымайтын және оған қатысты шын ықыласты болатын пенделер жатады. Алла тағала өз кітабында оларды екі қасиет иман мен тақуалық тән болған адамдар ретінде сипаттаған. Алла тағала, біліңдер, расында Алланың достарына қауіп-қатер жоқ, әрі олар қайғырмайды. Сондай иман келтіріп, тақуа болғандар деген. Алла тағала тақуа адамдарды жақсы көреді. Тақуа деп қандай адамды айтамыз? Тақуа дін қағидалары бойынша амал жасайтын, шын пейілімен істейтін адам. Тақуа исламның 5 парызын, қағидасын мүлтіксіз орындап, Аллаға шынайы берілген, шыншыл, адал адам. Алладан шынайы қорқатын, күнәлі істерден сақтанатын, ұятты істен алыс жүретін, Алла тағалаға бойсынып, өзіне және өзгеге жақсылық жасайтын адамды айтамыз. Алла тағала Әли Имран сүресінің 102-ші аятында: «Уа, иман келтірген пенделер! Алла тағаладан шынайы түрде қорқыңдар және мұсылман болған күйде жан тапсырыңдар» деген. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа сәлләм өзінің хадисінде: «Қай жерде болсаң да, Алладан қорық. Жамандық істеген болсаң, лезде оны жоятын жақсылық істе. Адамдармен көркем мінез құлықпен қарым-қатынас жаса» деп тақуалықтың сипатын баяндаған Тирмизи. Тақуалық адам баласының Құдай алдындағы адал еңбегі. Алла тағала маңдай теріне қарай тақуа жандарды өз панасына алып, дүние мен ақыретте кезігетін қауіп-қатерден сақтайды. Тақуалықтың шыңы лә иләһә иллалла калимасы. Себебі жамандықтың бастауы Аллаға ортақ қосудан болады. Алла адамды сүйсе, тақуалық киімін кигізіп, өзі сүйген істерді қоса сүйдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа сәләм: «Алла тағала сендердің бейне пішіндеріңе, түр-тұрпаттарыңа әсте қарамайды. Алланың назары жүректе» деген Муслим. Қасиетті Құранда Алладан, яғни тиісінше тағзым етіп, һәм оған қарсы келуден қорқыңдар. Шүбәсіз, Алла пенделерінің көкірегіндегі бар сырды біледі деген Мәйда сүресі 7-ші аят. Осы аят арқылы тақуалықтың бастауы жүрек екенін көреміз. Ақиқатында тақуалық иманнан, иман да сол жүректе. Хазіреті Омардың баласы Абдулла радиаллаху анхума тақуалыққа қысқада нұсқа мынадай анықтама берген: тақуалық, біреуден артықпын деп бір сәтте ойламауың. Мәшһүр әулие адам баласы шынайы тақуалыққа қарапайымдылықпен һәм биязылықпен жете алатынын меңзеп, дін ұстансаң топырақ болып, аяққа иілен деп айтқан. Әбу Зәрден жеткен тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа сәләм: «Мен сондай бір аят білемін, егер адамдардың түгелі онымен амал етсе, баршасына да сол жеткілік болар еді» дейді. Сахабалар да: «Уа, Алланың елшісі, ол қандай аят?» деп сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм кімде-кім Аллаға тиісінше тағзым етсе және оған қарсы келіп, асылдық болудан сақтанса, Алла оған тығырықтан шығатын жол ашып береді. Талақ сүресі 2-ші аят деген аятты оқып береді. Ибн Мәжә, Зүхд, 24. Тақуалықтың бұл дүниеде сыйы бар. Жаратушы Алла адам баласының еңбегін елеусіз қалдырмайды. Адам баласының рухы уақытша мекенде, тәнді қонақтауға келген. Аятта 2 түрлі сый берілетіні айтылған. Біріншісі, тығырыққа тірелген адамға жол ашылады. Екіншісі, ойламаған жерден ризық несібе келеді. Осы 2 аятқа қатысты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүние ауыртпалығынан, өлім қайғысынан һәм қиямет өкінішінен құтылуға сеп болатын жол деген. Тәпсір ілімінің ғалымдары бұл 2 аят сахаба Ауф ибн Мәликке, Алла оған разы болсын, қатысты түскенін айтады. Жорықтардың бірінде оның баласы жаудың қолына түсіп, тұтқындалады. Сөйтіп пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келіп, басына түскен қайғысын бөліседі. Пайғамбарымыз оған, тақуалық етіп, сабыр қыл, және лә хаула уә лә қуата илля биллахи деген сөзді көп айт деп насихат етеді. Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқанына құлақ түріп, әлгілерді бұлжытпай орындайды.
Сөйтіп үйінде жүрген уақытта біреу есікті қағады. Ашса ештеңе болмағандай өзінің ұлы тұр. Сонымен бірге айдап келген 100 түйесі тағы бар екен. Міне, Құдайдың мейірімінен үміт үзбеген адам осындай ғажайыптарға тап болары сөзсіз. Алла тағаланың кереметтері шексіз. Әбу-Ләйс Самарқанди, тақуалық мына 7 нәрседе көрініс табады. Олар: біріншісі, тілінде өтірік айтып, біреуді ғайбаттаудан һәм бос сөзден тыйылады. Тілі Алланы зікір етуден, Құран оқудан босамайды. Екіншісі, асқазанында. Асқазанын тек адал әрі таза аспен толтырады, азға қанағат етеді. Үшіншісі, көзінде. Көзді арамнан тыйып, дүниеге қызығып қараудан тартынады. Айналасына тек ғибрат алу мақсатында назар салады. Төртіншісі, қолында. Арамға қол созбайды, қолын тек ізгі әрі салиқалы іс үшін қолданады. Бесіншісі, күнәлі іске қадам баспайды. Жаман жерге бармайды. Алтыншысы, жүрегінде. Жүрегіне қаскөйлік, ашу, күншілдік секілді жат мінездерді жолатпайды. Мейірбандық, жанашырлық, қамқорлық сынды сезімдерді ұялатады. Жетіншісі, құлшылықта. Құлшылығын Алла разылығы үшін орындап, риядан, екіжүзділіктен сақтанады. Кімде-кімнің бойынан осы айтылған қасиеттер табылса, ақырет жұрты тақуалар үшін Раббыңның құзырында. Зухруф сүресі 35 аят деген Құран аятындағы тақуалар міне солар деген. Қадірменді оқырман, Алла тағаланың пенделеріне қойған алғашқы талаптарының бірі тақуа болу. Әлемдердің Раббысы тақуалық туралы қасиетті Құранның Бақара, Мәйда, Ағраф, Тәубе, Фурқан, Қасас, Рум, Ахзаб, Зумәр, Мағариш, Бәйина тағы басқа көптеген сүрелерінде баяндаған. Осы сүрелерді оқып, ондағы тақуалық туралы аяттарға мән беріп, оның құпиясына терең ой жүгіртсек, аяттарда айтылған насихаттарды іске асыратын болсақ, біз де тақуа құлдарының қатарына қосыламыз. Халқымыз болмасаң да ұқсап бақ деген. Алла тағала Құран кәрімде: біле білсеңдер, Алланың алдында ең ардақтыларың, ең тақуаларың деген. Хұжрат сүресі 13 аят. Бір күні тақуа пенде мол сауапқа кенеледі, екі дүниеде де игілікке бөленеді. Тақуа адамның дұғасы әрдайым қабыл болады. Тақуалық күнәлардың кешірілуіне себепші болады. Тақуа құл Алла тағаланың разылығы мен сүйіспеншілігіне лайық болады. Жәннатты үйі ретінде иеленеді. Тақуалық арқылы бүкіл дене жаман қасиеттерден тазарады. Алланың қамқорлығына қол жеткізеді. Тақуалық пендені лағнеті шайтаннан қорғайды. Алла тағала баршамызды тақуа құлдарынан етіп, өзінің мейіріміне, сүйіспеншілігіне бөленуді нәсіп еткей. Әмин.